деп суреттеген болатын. Демек, осы ретке Alman салық тек мал алумен шектелген жоқ. Тобымен жүрген қарулы әскер қайда барса, сонда елдің теңін тешіп, жүгін ақтарып, бағалы киім-кешек, кілем, сырмақ, ер-тоқым, орыс ыдыс-аяқ, аң-құс терілерінен әйелдердің күміс тана моншақтарына дейін ашық тонаушылық істеді. Сайсалада оқшау отырған мал жауылдардың қыз қатындары да тапа-тал түсте дүнген әскерлерінің аяқ астында тапталды. Талайлары ай бойы үй бетін көрмей тау-таста жабайы күн кешті. Тула өзенінің басында отырған Зәйіп тәжі жоғарыдағы ахуалдардан толық хабардар еді. Ол малын тұрғын заңзу сары ойғырларша қыста төлдетіп, мамыр айы Туланың басынан Сұр өзенінің басқа ағарына асып түсіп, онан ары Аюбелді асып Бұқакөлді құлдай Шыңғай жеріне көшіп кеткен Елсін ханның ел ішінде болуын қатты армандады. Егер Елсін хан ел ішінде болса, өткен жылы сияқты үкіметке сес көрсетіп, мына апаттан халықты тағы құтқарып қалар ма еді? Деп іштей күйзелді. Сонымен өзі де қарап жатқан жоқ. Бір кезең асып, ырқа ойырқында мал жиған жерге келіп, алмашыларға тағы шабарман болып жүрген Қасым Тоқайларға тиісіп, Majingo'ны келістіріп бір сабап алды. Қарт тәжінің бұл жүректілігі сол маңдағы солдан жарып, Зиядан, Құсыман, Мейірімхан, Әбілқайыр қатарлы ел ағаларының қолдауына ие болды. Бірақ үкіметтің қарулы әскерін сүйеу көрген бір бөлім рубасылары мен ерте келген байлар үкіметпен қарсыласқандық, өзіңе көр қазғандық. Қашанда маяк шөңе жақсы емес деп қарап Зәйіптің бұл ісін жақтамады. Десе де ашық бұл аңшылық біршама бәсеңдеді. Осы ретке Alman салықтан қиыр қонып шет жайлаған Тұңғышбай, Мағлұм қатарлы бір бөлім ауылдар аман қалды. 3 жерге жиып тапсырылған малдың саны мөлшерімен жылқы 2000-нің үстінде, түйе 1200-дің үстінде, ұсақ мал 3000-нің үстінде. Бұның қаншасы жолдан айырылып әкелінді белгісіз. Бұл ретке Alman салыққа Чешуан 7-ші әкімшілік уәли мекемесі қатыспады. Тек Мапуфаның 100-ші корпусының 298-ші бригадасының бастығы Мапукаң орынбасары Хан Жинбау тікелей қолбасшылығында болды. Бұл іске қатты наразы болған Чешуан жерлік үкіметі мен Шыжиын қазақтар басқару мекемесі Кәнсу өлкелік үкіметке талай мәлімет жазды. Бірақ өлке бастығы Хияузу Мапукаңдай тірі жолбарысқа шамасы жетпейтінін болды да, жұмын мұнай кені тасжол қатынас тораптар аман сақталса болды. Мұсылмандар өз-ісін өздері басқара берсін деген керенау позицияда ұстады. Тек лайықты көмек беріп, ел көңілін аулау жағын ғана ойластырды. Азып тозған елге келген осы апаттан кейін көп санды ел басшылары мен малшы қауым Чешуан, Жаңие жерлік үкіметі мен әскери қолбасшыларының қазаққа ұстаған көзқарасынан түңілді. Жақша. Ол кезде халық үкімет әскерде байырмай, өткен істі үкіметтің жарлығы деп қарайтын. Көзқарасынан түңілді. Ел ішіндегі аз санды жәнсіздер мен үкіметшілдер де ашыққа шықты. Енді бір жағынан ел ішінде аш-арықтар көбейіп, ұрлық-жырлық өрбіп, тұрғын ұлттармен болған қатынас насарлап, мажыра, дау-шар асқындай берді. Сол кездегі әнши, жұмын, Донхуан, Шишуан қатарлы жерлердегі құйзу, моңғол, заңзу салалар, ұйғыр ұлттарының ішіндегі педавал, мал иелері қазақтар келгеннен кейін жайылымға таласып, мүддемізге қатты зиян жеткізді. Өзара сақсынумен зәреміз ұшып, қайшылық көбейді деп мәлімдеді. Үкіметке арқаланып, қазақтарды қақпайлап, Шөлентаудың жайылымға ақтығысын күшейтті. Міне осындай Гоминдан үкіметінің Гәнсу, Шыңғай өлкелерін басып билеген бас атаманы Мапукаңның жандайшаптарының аяусыз бұлап тонауымен тұрғын ұлттардың ішіндегі байманаптардың түртпектеуінде, енді бір жағынан қазақтың өз ішіндегі алажыдан ашбақа қайшылықтардың себебінен Шөлентаудың теріскейіне келіп тиянақтаған қазақ елі тағы жан жаққа көшіп таза бастады. 1939 жыл. 1939 жылы маусымда Гәнсу өлкелік үкімет пен 8-ші соғыс районының қолбасшылық штабы бірлесіп, тағы да қазақтарға үгіт жүргізіп, хал сұрауға арнаулы қызмет группасын ұйымдастырды. Оған генерал-майор ақылшы Чинзай ені жауапты етті. Бұларға орталық пен жергіліктен 140 000 юан хал сұрау құтқару қаражатын босатып берді. Бұлар
Бұл қаражатқа торғын торқа кездеме чай, астық қатарлы бұйымдарды алып, қазақтар біршама шоғырланып қоныстанған Тула, Ойырқұм қатарлы орындарға барып, елбасыларын жинап, жиын ашып, ахуал ұғысып, қал сұрау бұйымдарын таратты. Әрине бұл бұйымдардан нақты кедей кепсектердің қолына бір тал суыртпақ, ауыздарына бір түйір дән бұйырған жоқ. Бәрі де елбасылар мен атқа мінген мықтылардың қоржынында кетті. Бұл реткі қызмет группасы 20 шақты адамнан құралған. Жоғарғы орын салауатымен келді де Шишуан, Жаңие, жерлік үкіметі мен әскери орындардан адам қатынастырмады. Қызмет группасына Меркіт Қасым, Шахабай Матын қатарлар праватшы болды. Бұлар екі топқа бөлініп, жиын ашып, тексеру жүргізіп, Шөлентау теріскейіндегі қазақтардың жалпы ахуалынан біршама толық хабардар болды. Бұл кезде Тасбеке Алубай, Есінхан, Хамки қатарлы елбасылар Шенхайдың Толон ауданы аумағында болғандықтан Базарқұл Зәйіптейш, Найман Қамза Зұңгуан, Қарақас Зиядан Залым, Уақ Әйембет Зұңгуан, Етелі Сұлтан Шәріптейш, Шахабай Нұрғали Күрдай, Сарбас Әбілқайыр Залым, Жәдік Сабырбай Залым қатарлы елбасылар жиынға қатынасып, 2 жылдан бері жергілікті үкіметтің азып-тозып ашаршылыққа ұшыраған ел жағдайына қарамай алман-сарықты үстемелеп, кей жерлерде үкімет әскерлерін талан-таражылық істеп, тіпті кейбір малшыларды ұсақ-түйек жарамсыз істеріне бола атып тастағанын. Тұрақты жайылым болмаған соң тұрғын малшылармен жайылым қақтығысы көбейіп, еру елдің тайыншасы көшкен елдің бұқасы қорқытқандай ахуалдың асқынып бара жатқанын. Осы қайшылықтарды жергілікті үкіметтің әділ жолмен шешім еткенін орнына екі жақтан мол сауға алса да, тұрғынлықтардың сөзін сөйлеп, қасқырша қара басының қамшының әділдіктен, ақиқаттан жұрдай болып отырғанын, тағы басқа толып жатқан ел жағдайын бүкпесі жайып салды. Әрине кейбір елбасылары япырая сөз қатаңдау болды. Мұның бәрі де бір үкіметтің адал мүриттері тұрса, несіне ашылып-шашылып барасыңдар? Тек түбі қайырлы болсын деп қара терге малшынды. Ал кейбір үкіметшіл рубасылары орай тауып, үкімет ұлықтарына жеке кездесіп Қасымды проводшылыққа алып, алдыңғы сөздерге өзінше түзетулер жасап жағымсыды. Чинзайе бастаған қызмет группасындағылар басты қайшылықтың жергілікті үкіметтен емес, Мапукаңның Шишуан Жаңиедегі Мапукаң Ханжигүң атты екі әскер басынан келіп отырғанын, яғни мұсылмандардың өзара мықтап отырғанын ашық айтып түсіндіруге батына алмады. Тек үкімет қызметінде көптеген жетерсіздіктер болды. Бұдан кейін сөйтеміз бүйтеміз деп маймен көледі. Және сіздер ендігәрі албатты көшіп қона бермей, тұрақты көлемде мал бақсаңыздар, ұрлықты тоқтатып, адал кәсіппен жан бағып, ұлттар ара мүдделеріңізге құрмет етіп, ынтымақ берекелеріңізді жақсартуға күш салсаңыздар, деген қатарлы ұсыныстарды айтты. Назариялық жақтан мұның ұлы маңыздарын, Жапонға қарсы соғыс, отанның тұтастығы, ұлттардың бірлігі, еліміздің болашағы қатарлы үлкен жақтарынан көп сөйлеп кетті. Бұған келгенде Зәйіп Сұлтан Шәріп қатарлы елбасылар арт-артынан сөз кезегін алып, болады, айтқандарыңыздың бәрі дұрыс. Нақ ұлықтың ылғары сөздері, біз де сондай болуды тілейміз деп үкімет адамдарының нәсихатын жақтай келіп, бірақ сіздер бізге осы мақсатқа жетудің шарт жағдайын тудырып берулеріңіз керек. Әуелі алдыңғы жылғы 1937 жылғы өлкелік үкімет көрсеткен жайылым шегін анықтап, тұрғын малшылар мен біздің жайылым көлемімізді тұрақтандырыңыздар. Онан соң үкімет алман салықтарыңызды азайтып, аш-арыққа көмек қолдарыңызды созыңыздар. Қазақ ұлтының ел басқару жүйесі бойынша мәнсап лауазымдарын анықтап, тағайындап, қазақ ұлты өзін өз басқаратын болсын. Үкімет ел ішіне дүркін қарулы күштерін жіберіп, талан-таражылық істеп, қоқай көрсеткендерін тоқтатсын. Соңында үкімет қазақ малшыларының құржаларға базарға барып, еркін сауда істеп жүріп тұруына жол қойып, жол қаталу түземімен сай-сайдың аузындағы жол тосушылардың күшінен қалдырылсын. Жақшы. 1938 жылдың басынан бастап құржаға қалашықтарға баруға бір қанша ру басыларының жол хат жазып, үкімет ойып берген мөрі басылу бір қанша жерден орнатылған тосқауылдан өту жолға қойылған болады. Күшінен қалдырылсын деген қатарлы бір қанша үлкен мәселелерді ортаға қойды. Мұны естіген үкімет ұлықтары басын шайқап іштей қиналды. Өйткені тұрғын малшыларды ығыстырып, қазақтарға сондай
1937 жылы қыста белгіленгендей. Сондай көлемді жайылым босатып беру мүлдем мүмкін емес еді. Бұл белгілеме кезінде жоғарыда өлкелік үкіметті, төменде қазақтарды алдау үшін шығара салған сайқалдық еді. Ал Алмансалық, Жолқат ел ішіне әскер шығару дегендердің бәрі де Мафуканың әскери күштерінің өз мүддесін қорғау үшін кеуде байлықпен істеп отырған істер еді. Мұны біз сөйтеміз деп ешкімде ауыз ашу мүмкіндігі жоқ болады. Сондықтан қызмет группасындағылар өз іштеріңізде мәнсаптарыңызды анықтап, ел басқару түзімдеріңізді толықтап беруге өлкелік үкімет жауапты болады. Ал басқа мәселелерді жергілікті үкімет және әскери орындармен ақылдасып шешім етуге болады. Бұған қазірше асығып кетпеңіздер, деп Сүлес апа ғана жауап қайтарды. Тау ішіне өздері шатыр тігіп келіп жатқан қызмет группасы бір жұмаға зорға шыдағандай болды. Шатырларына бір бөлім нөкерлерін тастап, машиналарымен Шишуан қаласына түсіп кетті. Бір жұмадан соң арақ сөкті ма, басты ма, қабақтары кірбең сүлкіндері түсіңкі қайта оралды. Бұлар қайта келісімен Шыңқайға көшіп кеткендерден басқа рубасыларын түгел жиып жинашты. Бұған Сарғалжың, Қашқарбел қатарлы жерлерде отырған Найман, Құсайын тәйжі, Молқы, Салақиттан залыңдар да келіп қатынасты. Жиында Чинзайы бастаған қызмет группасы. Бір жұманың алдындағы ұсыныс талаптарыңызды өлкелік үкіметке мәлімдеп, өлкелік үкіметтің нұсқауы бойынша Жаңие, Шишуан екі орындағы үкімет әскер жөнінде әскер басшыларымен кеңес өткізіп, сіздер ортаға қойған 4 түрлі талапты қалай тиянақтандыру жөнінде неше күн талқыға алып бардық. Алдыңғы келген елдің ел басшылары өлкелік үкімет анықтап тағайындаған, соңғы келген елдің ел басшылары жөнінде өздеріңізде пәлендей ұсыныс етпедіңіздер. Егер Гансуде ұзын уақыт тұрып қалатын жағдайларыңыз болса, бұрынғы ел басқару құрылымдарыңыз бойынша өлкелік үкіметке ұсыныс беріп, онан соң өлкелік үкімет тағайындау куәлігі мен қолтаңбаларыңызды таратады. Ал жайылым жөнінде ахуал күрделі. Жерлік малшылардың арыз шағымы хаттары өлкелік үкіметті қойып, Коминдан орталық үкіметіне дейін жетіп болды. Жерлік малшылар неше жүз жылдық атамекеннен тірі айырылатын емес. Олар да өздеріңіз сияқты азут малшылар. Көңілдерін бәрімізде түсінуге болады. Алмансалық қой жалпыға бірдей өтетін борыш. Көз алда Жапон қарақшылары еліміздің шығыс солтүстік өлкелерін басып алып, қазір шығыс ішкі өлкелерге шабуыл жасауда. Жалпы ел халқының Алмансалығы ауырлауда. Отан қорғау сіздердің де борыштарыңыз. Сөйтсе де ақылдасып жеңілдетуге болады. Жолқат еркін сауда жөнінде үлкен мәселе жоқ. Тек белгілеме бойынша жолқат алсаңыздар, қайда барсаңыздар да тосқындық жоқ. Қазір елдің қаланың жол торабын, мұнай кенін, амандығын қорғау міндеті ауыр. Жолқат алушы сіздер ғана емес, жерлік халық та солай, деп ахуалды түсіндіре келіп сөздің тоқетерін. Қысқасы, жайылым шешілмесе басқа кеңестің бәрі де бос сөз. Сондықтан өлкелік үкіметтің сіздерге қойып отырған талабы елдеріңіз жат жер, бөгде ұлттың ішінде тоздырмай, туып өскен атамекендеріңіз Шинжаңға қайтып кетсеңіздер. Бұл жөнінде сіздер әргерейден уәкіл шығарсаңыздар. Біз өлкелік үкімет атынан адам шығарып, бастап барып, Шинжаң үкіметімен ақылдасып, қайта көшіп барып орналастыруларыңызға, амандықтарыңызға кепілдік жасап, көші-қондарыңызға көмек көрсетсек. Тек осылай істегенде ғана сіздердің мәселелеріңізді түбегейлі шешіп, болашақ тағдырларыңызға тиімділік жасауға болады, деді. Бұл сөзді естіген рубасылары отыра алмай қопақтап кетті. Сол кезде елуден серген қарт тайжы зәйіп бүкірдай ұлықтардың сөзін бөл. Ей, мәртебелі билер! Büyütkönçe bizde Arslan'ın apanına kayta barıp tıkamız desenizdер. Biz sol Çınsayday azulu altı qarşı Arslan'ın kandı ağzından kaçıp çıkan kalıpız. Endi qaytып onunla avuç yolasıp olalamız. Teycinin çokça sakalı çoşangdap, muqim öne boyu kalçıldap ketdi. Rızadan ağzına başka söz түспей қалды. Başka ruhbaşılarının tosып oturğanı da осы екен. Tükel orunlarından turup kollarını sermep көздерден ұшқын шашып. Iya, солай емес пе? Табылған сөз. Бұлар бізді құтқарған сол отқа итермекші болған екен. Шинжаңға тірі барып, албастығы жем болғанша осы Ұлытауда жүріп, Алланың басқа салғанын көрейік деді. Ызамен түрлі сөздер айтылып жатты. Бұл сөздердің көбін Қасым қаз қалпында аударып жатты. Өйткені Шинжаңға қайта барса, өз тағдырының басқаларда да мүшкіл болары оған анық еді.
Qane köpçülük sabır ettiňizdir. Aytarlaryňyzdy birden aýtyňyzdyr, dedi Çinzeýi önüň göterip. Onun akşylöňi onan ary ağzyday bolup guwaryp, etsiz kuwwasynyň iki gulagy tebingidey bolup, deldiýe galganday göründi. Deşedi içki dünýesiniň äpleri tuğmas sabrlyk bilen basyp oturgan baýkalypdyr. Uzun gara murtun sılap koyup, suňgak boyuna kup jaraskan Hosýygyn uşatyn kuşa komday köterilgen Soltan Şerip täýje jüresinen oturup jan-jagyny bir şolup çykdy-da. Altaýdyň atamandar arbap jürüp äkemniň basyny algan. Çynsyzay Älipdiň basyny alyp, Hoja Niyazda tugurga kondurup tukumyn gurtdy. Barköldegi atgamyler el agasyny koýşa gosaklap türmege jatdy. Endigi кезек os oturganlarymyzga gelgende, patçalyktyň aspandagy aýlpyranyny atyp sürüp, kumurskaşa gapdagan çerigin jer gaptırıp, özümizde talay kandaslarımızdan ayrılıp, kus uşup, kulan jortbas kuba kaktık, kan sastyp, gelsi üçün kayda Kudayga garagan patça var, ädil hükümet var dep kelgen edik. Bul jerge kelgeli ülkön jagынан basymyz aman bolsa da, malymyz talan tarajaga çykdy. Elimiz jan üçün, mal üçün torgoýday tozdy. Os ahwallardy bile oturup biz Çinjandan yergip saýakatlap gelgende kayta köç degenge kalay awuzlaryňyz baryp otur. Bizdiň batysta Kazakstanda, terslikde Mongoliýada bärinde tolup jatkan kazak kandaslarymyz, tipti atalas tuğuslarymyz var. Biz solay baryp panalawdy bilmege oturganymyz jok. Bul ellerdiň bärin Kızıl hökümet jaýlap ultdyk tilden, dinden azdyryp, mal mülkdi ortaklaşdyryp, molla koja elbasylaryň kıyday sypyryp jatkan hökümet özüň aýtyp otursun. Kılgıskası biz Kuday Kur'an degen İslam dininden Atatürk Kazak degenen azbaytyn dep şыбynjandy kolga ustap jürgen galykpyz. Baskalar öz oýlaryn öz awzy bilen aýtsyn. Äýteg men Çinjanga baryp, Çyňsysaýga basymdy aldyryp äkemniň kebinkiýe almaýmyn dedi. Soltan Şeripdiň eki gözü gyzaryp, söýlegen saýyn awzy köwürçip ketdi. Onuň 40-ga kıyaş yapkan kılıçday hayratı var ekeni oturgan elbasylaryň köňüline jagıp ketkendey boldy. Hökümet ulukları da zildi söz, ör dawustan tosansyp kaldy. Baska elbasyları da söz gözegini alıp, aldığı iki täýjiniň sözüň gupdaýtyndyklaryny bildirdi. Tek Husaýyn täýjige söz gözegi kelgendi. Men kezinde şiň dubanga jagıp äskerim bastap, Turpanga deyin barıp Kassilin äskerini kırgındaskan edim. Keyin ol takka çykkan soň Orus bilen birleşem, Komünistik partiýa bilen birleşem dep alty saýasat çygardy. Men öz tobummen özüm jetkeli jürgenimdi sonda birak bilip odan bet burdum. Endi kayta bara kalganda ol bizden korkup saýasatyny özgörtpeydi. Kayta bizdi janışdagany men koýmay mektep açyp bala okutamiz degende syltap etip, ultuňyň da diniňiň de tübüne jetedi. Biz ata mekenge tübünde kaytamız. Birak hazır emes. Kudaýdyň buyrugy bolup, Ädil patça el bileýtin gün tuwady. Sonda kayta oralamız. Al hazır Çülentaw, Altyntawyň batysynda Jetişmen tawlaryna deyin el barmagan en yerler bar görnedi. Hökümet makul görse bizdiň 3000 uy Kazakka sol ulan gaýr ulu tawlar bilen sonuň saýsalasy da bolady. Aňyny atyp malymyzdy bagyp turgun ulutlar bilen tatyp tätdi öte berýümizge bolady dedi. Husaýyn täýje tili müküs bolgandykdan köp oturgan jerde aşylyp jaşylyp köp söýlemeýän adam edi. Bugün osu jyýynda tabylmas oray dedimi, sözün asas sabrlyk bilen bayaw pukbösiz söýledi. Baskalarga da jaňa oý tugdurdy. Oturgan elbasylar bilen hökümet uluklary Husaýynyň soňky usunsyna taň galdy. Äri kümendendi. Olay bolatyn. Husaýyn soňky el bilen kelgeli jarym jylga da tolgan jok. Os kurşa жерди şalyp kele goýup iki talay. Burun äsker başlady degen men dinişe şala savat kana karta görüp tüsüne koyar azamatları da jok edi. Sonduktan bul talapka senbegenleri de boldy. Birak hökümet ulukları küle söýlep bulay jogap kaytardy. Sizdiň aýtyp oturgan jerleriňiz tutasy men Çinhay men Çinjanga garaýdy. Bizdiň Gänsüge os Çülentawyň terski beti gana garaýdy. Sizler batysdaky en jerlerge baramyz deseňizler, Çinhayga baryp Mafukaň men Çinjanga baryp Çyňsysaý bilen akyldaşsaňyzlar bolady. Birak bizdiň biligimizçe bul jerler awa klimaty suýuk, bazarga alys, şu ülkeniň tüýlüs raýonlary. Sizler eň jakşy wekil çygaryňyzlar. Wekildiň amandygyna baryp kelgen rysgutuna өлkeli hökümet jogapçy bolady. Çinjan hökümeti talaplaryňyza makul bolsa kelisimge kol goýup köşüp kedesizler. Al talaplaryňyz oýdagyday orundalmasa
Gansu өлkөсү сиздерди түбөгөйлүү орунлаштыруунун амалын караштырат. Сиздер әлі де өзара ақыл қосып көріңіздер, деп елбасыларына жарым күн уақыт берілді. Осы екі реткі жиын Ойырқұн сайының орта жайлауында отырған Нұрғали Күрдайдың ауылының үстінде болған еді. Қанша жауға шабылып алман салық төлесе де, сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дегендей, күнделік мал сойылып, құтқару көмегіне келген астықтан май челпек пісіріліп, құрт май қойылып, Дастарқанның жомар салты жалғасып жатқан еді. Күрдайдың алты қанат кең үйіне оңаша жиналған елбасылар ақ құйрық шайларын сораптай отырып, бірі атып, бірі қағып, бірі аса сөйлесе, бірі басып, кетер жақсы жаманның бәрін шабыстыра келіп мынаған келісті. Әуелі батыс шығыс екі үкіметке жақша, Үрімжі, Ләнжу. Екі үкіметке екі топ уәкіл жіберіп тамырын тартайық. Екі жаққа да бір қанша талап қойайық. Шынына келгенде Үрімжіге барған уәкіл мыналардың көңілін аулау үшін ғана. Ол жақтан пәлен үміт жоқ. Шыңғысайдың алдауына түсуге болмайды. Бастысы Gansu өлкелік үкіметтің қолдауына ие болу. Екінші, Gansu өлкесі орналастырудан бас тартса, Алуба Есінханның соңынан Шинхайға барып, Мапукаңның тікелей басқарып отырған өлкесіне қоныстанып, мұсылман патшаның мұсылмандық шапағатын көру. Үшінші, екі үкіметтен қайыр болмай, үміт үзілгенде Құсайын Тайжы айтып отырған батыстағы еңге шығып жан бағу. Төртінші, мүмкіндіктің барынша елді тоздырмай, әр ру қанаттас хабарлас жүру. Рубасылар тұрақты шабармен белгілеп, әр жердегі ел ахуалын өзара дер кезінде хабарлап тұру. Осы ақылдан соң қолы хат білетіндерге екіге бөліп, екі үкіметке талап хаттарын жазды. Ертесі Қарағайды Сарытөсте тағы жиын ашылды. Қазақ басшылары кешегі құраған ақылдарын ортаға қойды. Әрине екі жаққа да уәкіл жіберетіндері ғана ашық айтылды. Басқа ақыл өз іштерінде болды. Бұл ақылды үкіметіліктер қуана қарсы алды. Жиын соңында Чинзайе уәкілдер барып, екі үкіметтен бір шешім болғанша елдің албаты көшіп қонбай, дау жаңжал шығармай, осы орындарда тұрақтап тұра тұруын талап етті. Және көптеген тәрбиелік насихаттарды айтты. Осыдан бір жұмадан кейін екі топқа бөлініп, өлке орталығына Үрімжі, Ләнжуге кеткен уәкілдер шілденің басында аман есен қайта оралды. Сол кезде Чинжан үкіметіне қойылған талап: бірінші, өткенге салауат етіліп, ауған қазақтардың артық кемі қуызастырылмаса. Екінші, қазақ сахарасындағы әскери орындар шегеріліп, қазақ малшылары өз амандығын өздері сақтаса. Үшінші, аймақ ауданның әкімшілік орындарында жергілікті қазақтар міндет өтесе. Төртінші, малшылардың қолындағы мылтықтар өздерінде сақталып, халықтың үкіметпен жауласпауына рубасылар кепілдік жасаса. Бесінші, қазір түрмеде жатқан елбасылары босатылып, бұрынғы ел басқару құрылымдары қалпына келсе. Соңында үкімет халықтың дін, тіл еркіндігіне кепілдік етсе. Шинжаң үкіметі бұл 6 тармақтың 3-4 тармақтарына қиналмай жауап берсе де, басқа тармақтарына толық жауап бермеді. Өйткені бұл тұста Шинжаң, Шыңғысай үкіметі мен Гоминтан орталық үкіметінің қайшылығы барынша күшейіп, Шыңдубан Шинжаңды дара билеп төстеп тұрған. Өлке ішіндегі ұлттар мен үкімет арасында қайшылық асқынып, бүлгіншілік жасамақшы деген атпен әр ұлт халқынан неше мыңдаған ұлт қайраткерлері, ел ағалары түрмеде жатқан. Шинжаң сырттай тұтас көрінгенімен, іш жүзінде сиырдың бүйрегіндей қырық бөлек еді. Осы ырықсыздық себептерінен көзі ашық көкірек ояу адамдарды қолға алу, мылтық жинау, елді құралды күшпен басқарып, тырп еткізбеу қатарлы көптеген ұтымды саясаттарды қолданып жатқан кез еді. Сондықтан Шинжаң үкіметі барған уәкілдерді тек Gansu өлкелік үкіметтің беделіне ғана көріністі қызу қарсы алғандай болды. Іс жүзінде аз қазақтың келгенінен кеткені артық. Солар кеткелі шығыс Шинжаң тынышталып қалды. Мапукаң ақ соларды мақсатына жеткізсін деген позицияда болды. Алайда бұлай болары қазақ елбасыларына анық еді. Ал Gansu өлкесіне уәкіл бастап барған Чинзай елдердің үнжырғасы түсіп, салынысы суға кетіп қайтты. Ләнжуге барған уәкілдердің проводшысы Шақабай Матың еді. Бұлардың қойған талаптары Ойырқында қызмет группасына қойылған 4 тармақ ұсыныс болатын. Gansu өлкелік үкімет белсенді позиция ұстап, қызу қарсы алғанымен нақтылы мәселелерді шешуде қатты қиналды. Басты мәселе 3 мыңға жуық түтіннің мал бағатын жайлы мәселесі болды.
Өлкөлүк өкмөттүң бар тапканы мынча көп малчыга жайылым босатып берүү оңой иш эмес. Сондуктан көп санды малчылар Донхуаң, Әнши, Жумун аудандарынын суу топурак байлыгы мол жерлерине орналашып, тың ашып, егин салып, азын-аулак мал багып, жан багууду даректеди. Алгачкы 3 жылда алма салык салават этилип, жергиликтүү өкмөт өндүрүстүк курал-сайман, тукум, шер, астык жактарынан көмөктөшөтүндүктөрүн да ашык айтты. Сонун бирге отуракташып жан багуудун болочагын да ужурмактын төрүндөй сүрөттөп түшүндүрдү. Тек осы мәселе чечилсе, башка мәселелердин өздүгүнөн чечилетинин да айкын көрсөттү. Десе де кейбир кайшылыктардын Мачужийдин акылынсыз чечилмейтинин да эскертти. Кейбир улуктардын сөзлөмүнөн Чинхайдын жайылымы кең, адам саны аз, мал багууга колайлуу деген жылжытма нысайлар да байкалды. Демек казактар үчүн ата кәсіби мал эмчегин эмүүдөн жер эмчегин эмүүгө ойсуу. Кыш жазы бир орунда тесе темир күрөкпен тың ашып, көрү казгандай топуракпен жагаласуу. Тепти де көңүлдөрүнөн өтпөйтүн терс акыл болуп сезилди. Көп санды эл башчылар бизди эгинчи тургундардын ишине апарып камап, ат дүйө малдандырмай, кол аягыбызды кесип, көшүп конуп, суудун тунугун, чөптүн сонусун жеп жүрөтүн ата кәсибимизден айырып, аз жылдың ішінде ұлттық қанымызды жойып, ұрпақтарымызды аздырмақшы. Шинжаңнан егін салатын су топырақ таба алмай келгенimiz жоқ. Егін еккенге бар көлдің құнтанына жер жете ме деген сияқты көзқарастар да болды. Шындығында өкіметтің жоспары біріншіден отурактастырып, тыныштандыру болса, екіншіден қазақтардың ата кәсібін өзгерту арқылы біртіндеп ұлттық психологиясын өзгөртүп, ханзу улту мәдениетін кабылдатуу еді. Алайда булай истеудің ешқандай қоғамдық негізі болмағандықтан қазақтардың жан тәнімен қарсы шығумен тынды. 1939 жылы шілденің аяғында Gansu өлкөлүк өкмөттүн жиберген қызмет группасының айдың үстіндегі қызмет нәтижесі жоғарыда баяндалған көңілсіздікпен тынып, өлкөлүк өкмөткө мәлімет беріп, басқа шаралар қолданармыз деген бір ауыз шығар салма сөзді тастап, олар Дәнжуге қайтты. Осыдан кейін елбасыларының Чинжаң, Gansu екі өлкөнүн өкмөтүнөн күлөр үзүлдү. Чүлентау Теріскейдің Ошарды елге даудамайсыз қоныс болмайтыны жалпы ауған елге мәлім болды. Ел ағасы болған ұрубасылары өрді құры шапқылап, өзара ақыл құраған болып жүрді. Жаймалшылар ел қалай толқыса солай толқимыз. Көппен көрген ұлы той деп ел ағаларының аузына қарады. Қолында көлігі жоқ кедей малшылар тағы не күн көрер екенбіз дегендей рухани күйзеліске түсе бастады. Сұр өзенінің шығысында отырған елбасылардың көбі Мачужийдің өзінің төте басқарып отырған Чинхай өлкөсүнө барудан басқа амал қалмады деп ақыл құрасты. Осыдан кейін ақ ел іргесі тағы қозғала бастады.